Тұрғын үйде көгілдір отын қолданарда сақтық шараларына мұқият болған жөн. Мамандары тұрғындардың жауапсыздығынан оқыс жағдайлар жиілеп кеткенін айтып дабыл қағуда. Бүгін Қазақгаз аймақ мекемесінің өкілдері төтеншеліктермен бірлесіп профилактикалық іс-шаралар өткізді. Толығырақ тілші материалында. Қазақгаз аймақ өкілдері мен төтенше жағдай қызметкерлері бірлесіп тұрғын үйлердегі тұрмыстық газдың ахуалын бақылады. Мамандар газ құрылғыларын пайдалану ережелерінің бұзылуы сынды бірқатар кемшіліктер анықтады. Қазақгаз аймақ және төтенше жағдайлар қызметі мен әкімшілік бірге отырып, қысқы маусым кезінде газ құрылғыларын дұрыс пайдалану, қауіпсіздігін сақтау және газ құрылғыларының дұрыс жөндеп жұмыстарын жүргізу бойынша іс-шаралар атқарылуда. Сіздердің өтінеріміз қызметкерлер үйлеріңізге келгенде, төтенше жағдай болсын, газ қызметкерлері келген кезде үйлеріңізге кіргізіп газ құрылғыларын тексеруге мүмкіншілік берулеріңізді сұраймыз. Мұнымен қоса тұрғындар қауіпсіздік шараларын ақпараттандырылды. Мамандар күнделікті қолданыста газ жүйесін үнемі бақылауда ұстауға шақырады. Қала тұрғындары газ жабдықтарының ақаулары пайда болса 104 қызметкеріне хабарласуды және өрт немесе төтенше жағдай орын алған кезде 101 немесе 112 номеріне хабарласуларын сұраймыз. Айта кету керек, кейбір тұрғындар газ жүйесінде ақау бар екенін біле тұра ауласына кіргізбейді. Салдары техникалық апатқа апарады. Дегенмен ауласындағы ақауды тауып, болуы ықтимал апаттың алдын алған мамандарға алғыс жолдағандар да бар. Қазақгаз аймақ нелерге рахмет, төтенше жағдай жігіттерге рахмет. Мынау бізді сақтандырып жатқан, біз үйден ақау табылып жатыр екен. Енді осы нұсқаулыққа қарап, жағдайларға қарап жасаймыз. Жауапты органдар газ құралдарын уақытылы тексертіп, белгіленген ережелерді қатаң сақтауға шақырады. Құрмет Саятұлы, Байғани Бүркітбаев, Айқын ақпарат.